Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 14-ші сабақ сәлем сөздің анасы тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма: кіммен қалай сәлемдесесің? Балалар, адаммен сәлемдескенде оның жасына, жақындығына, жағдайына қарай түрліше амандасамыз, иә? Үлкен кісілермен сәлеметсіз бе, ассалаумағалейкум деп құрметпен амандасамыз. Ал құрдастармен, достармен сәлем қалайсың деп еркін сәлемдессек болады екен, иә? Ал мұғаліммен, апай, ағаймен сәлеметсіз бе апай, сәлеметсіз бе ағай деп сыпайы сөйлесеміз. Жасы кіші балалармен сәлем қарақтарым, сәлем інім деп жылы шырай танытамыз. Яғни сәлемдесу балалар сыйластықтың белгісі болып табылады. Тұманбай Молдағалиев, ақын, Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Жарасу ауылында дүниеге келген. Ол 1935 жылы дүниеге келіп, 2011 жылы өкінішке орай дүниеден озған. Тұманбай Молдағалиевтің балаларға арнап өлеңдер жинағын жазған. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Сәлем бер. Келе жатсаң оқудан, көңілің бір кемеңгер, көлеңкеде отырған көрші апаңа сәлем бер. Бақ ішінде жотада тартылып жатыр асыл күй, алма жиған атаңа қол қусырып басың дей. Балам, саған бір көрген, артады ғой ел сенім, сәлем берсең үлкенге, үлкейгенің ол сенің. Өлең авторы Тұманбай Молдағалиев. Балалар, өлеңдегі көңілің бір кемеңгер деген көңілің көтеріңкі деген мағынаны береді. Үшінші тапсырма: өлеңдегі негіз қойды мұғалімнің көмегімен анықта. Балалар, өлеңдегі негіз қой қайда жүрсең де жасы үлкен кісілермен амандасу дегенді айтады. Яғни үлкенге құрмет, кішіге ізет деп әрдайым біз үлкен кісілерге мейірім көрсетіп, ол кісілерге амандасып жүру керек екенбіз. Әңгімеле. Төртінші тапсырма: суреттер бойынша әңгіме құра. Балалар ойнап жүрді. Олар жолда қарт атаны кездестірді. Ұл бала бас киімін шешіп, атаға сәлем берді. Қыз бала да амандасты. Ата балаларға батасын берді. Кейін балалар өз арада сәлемдесті. Бұл әңгіме балалар әдепті болуды үйретеді. Олай болса балалар, бір-бірімізді көрген кезде үнемі амандасып, жылы шырай танытып жүрейік. Бесінші тапсырма: сәлемдесу түрлеріне диалог құрап жаз. Олай болса балалар, мінекей сәлемдесу түріне былай диалог құрадық. Үлкен кісімен: бала, ассаламағалейкум ата. Уағалейкум ассалам балам. Аман есенсің бе? Иә, аманмын ата. Досымен былай диалог құрадық. Айжан: сәлем Али. Сәлем, қалайсың? Айжан: жақсы, өзіңше? Әли: мен де жақсы. Екінші жағдай: мұғаліммен. Оқушы: сәлеметсіз бе апай? Мұғалім: сәлеметсің бе балам, қалың қалай? Оқушы: жақсы, рахмет дейді. Сәлемдесу түрлерін сахналап көрсет дейді балалар. Олай болса, осы тапсырмаға байланысты сәлемдесу үлгілерін сахналап көрсетіңіздер. Қорытындыла. Жетінші тапсырма: бүгінгі сабақтан қандай жаңа сөз үйрендің? Балалар, бүгінгі сабақтан мына жаңа сөздерді үйренуге болады. Сәлемдесу, амандасу, бір-біріне жылы сөз айту. Әдептілік, яғни сыпайы, инабатты болу. Келесі: құрмет, яғни үлкенге сый көрсету. Соңғы сөз бізде ізет, яғни кішіпейілділік таныту. Олай болса балалар, үй жұмысы мақалды жаттап алыңдар. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.